Менің атым Қожа. Бірінші тарауда оқушы шығарманың бас кейіпкерімен, яғни менімен танысады. Менің атымды айта бастасам түбім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ақшам, естір қуаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майханов ва Тәтеше айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса, мәнерлеп көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіне де ұнамайды. Әттен, қолдан келсе табанда өзгертіп әдемі аттардың бірін иемденіп алар едім. Бірақ амалың нешік? Сен қызылшақа болып жергекте жатқанда сондағы ақымақтығыңды пайдаланып, әке-шеше немесе шілдеханаға келіп дуылдап отырған басқа біреу солай атап жүрген. Өскенбейдің баласына тұнжыртар деп ат қойған секілді. Өзге қызыл жұрт сол арада ду қостап, осы болсын, баланың аты осы болсын, мұнан жақсы атты дүниен шыр қайнасақ та таппаймыз дескен. Міне, сол күннен, сол мезеттен бастап әлгі ат сенімен бірге туғандай маңдайына шапталғанда қалған. Енді одан көзің тіріде қашып құтыла алмайсың. Ұнатпасаң да мойнына іліп жүре бересің. Өмірде осы тәрізді әдебиетсіздіктер толып жатыр. Жуырда мен газеттен оқыдым. Қытайлардың ат қоюы қызық болады екен. Бала 5-6 жасқа толғанша оның тәуелді аты болмайды. Ортаншым, кенжем, сүйіктім, жұпарым деген секілді шартты атаумен атап жүреді. Ал есі кіріп 5-6 жасқа толғаннан кейін бала өзіне қандай есім ұнаса, соны таңдап алады. Міне әділдік деген. Осы дұрыс емес пе? Жарайды, өткенге өкініш жоқ дегенде істің турасына көшу. Менің атым Қожа, көріп отырсыңдар. Пәрендей әйдік ат емес. Шыннан айтсам, бұл о баста Қожа емес, Қожа берген екен. Ту куәлігінің өзінде солай деп жазған. Бірақ дүниеде не қиыл ғажайып құбылыстар бола беретін тәрізді. Бертін келе Қожа бергеннің құйрығы үзіліп түсіп қалыпты. Бұл құбылыстың дәл қай жылы, қай айда, қай күні болғанын тап басып ешкімде айтып бере алмайды. Сонымен мен өлім еш бөгелі Қожамын. Ауыл аймақтың бәрі солай атайды. Біз бір класста 2 Қожа бармыз. Сүттібайдың үлкен баласының аты да Қожа. Оқушылар екеумізді шатастырып алмас үшін өнімізге қарап мені Қара Қожа, оны Сары Қожа деп атайды. Әуел баста мен бұған да шамданып қалатын едім. Бірақ жүре бере құлағым үйреніп дағдыланып кеттім. Қара Қожа дегендерге әу деп жалт қарайтын болдым. Жантас тәрізді қожақтар осының өзін де дұрыс айтпайды. Әдейі бұзып келеміз деп Қара Қожа деудің орнына Қара Көже дейді. Мен байқамай қалып әу деймін. Бірақ бұл қылығы үшін бейшараның обал несік тиісті сыбақшысын менен талай рет алды. Фамилиям Қадыров. Бір кезде Қадырова деп те жазып жүрдім. Бірақ жұрттың бәрі оф болып жатқанда мен олардан ауа бөтен жүріп шыққаным жарамас дедімде Қадыровқа қайттан келдім. Қадыр менің әкем. Ех, шіркін дүние-ай десеңші, әкем деген сөзді айтқанда жүрегім қарс айырыла жаздайды-ау. Қандай жақын, қандай ыстық. Балалар менің әкем өтті, менің әкем бүйтті, менің әкем анан сатып әперетін болды деп, менің әкем мұнан сатып әперетін болды деп мағынаны жетіп жатады. Ал мен болсам әкемнің қандай адам екенін де білмеймін. Өйткені ол майданға аттанғанда мен 2 жастамын. 2 жасар ақымақ не біледі, не түсінеді. Сол кеткені абал әкем мол кетті. Оралмады. Ех, қайран әкем. Егер сен тірі болсам, мүмкін мен бұдан гөрі басқадай болар едім. Кім біледі, жер әлемді сулатып, сотқар қожа атанып жүргенім, әкесіз жетім өскендігімнен де шығар. Кімге де болса бір әке әбден керек. Тіпті селкеу деген шалдардың өздері кейде
жарықтық әкем анандай еді, әкем мынандай еді деп еске алып армандап отырмай ма? Ал күйеу керек пе әйелге? Менше әбден керек. Кейде Мейвят мамам әкемнің суреттерін ақтарып қарап отырады да мұңға бата бір түрлі егіліп кеткенде болады. Кірпігі жасқа жылынады. Мен сол кезде маматайымды керемет аяп кетем. Бірақ аяғанмен не пайда? Бөвем, сезем неге күйзелетінін. Егер оның күйеуі, яғни мен әкем тірі болса, қарата ұятсыз мамама өзері сөз айтпақ түгіл оның маңынан жүре алар ма еді? Сөйтіп мен сендерге өзімнің аты жөнімді айттым. Ал көркем шығармада кейіпкердің кім екені атап қана қоймай, сырт бейнесі қоса сипатталатын дәстүр бар ғой. Енді соған көшейін. Тоқтаңыз. Бұл үшін әуелі өзімді өзім айнадан бойыптап қарап алайын. Мынау менің мұрным. Әжем кейде менің атымды атамай тампыш неме дейді. Оның айтқаны рас екен ғой. Екі танауыма екі саусағым еркін сыйып кетер қосалуыз мылтықтың атындай үңірейіп тұр. Екі шекемнің шығын қылығы болмаса, басым қарбыз тәрізді доп-домалақтап тақыр. Шашымды Әубәкір шал кеше ғана ұстарамен сыпырып алып тастаған. Менің шашым қаттылығы, қайраттылығы шошқаның қылшығынан бір кем емес. Осы ауылда оны аруға жарайтын бір ғана ұста бар. Ол Әубәкірдікі. Оның өзі де алға салған бетте тұтырқыланып жүрмей қалады. Шашымды әр алған сайын Әубәкір мені бірінші кездестірген адамдай таң қалып қалады. Япырай, мұндай да шаш біте береді екен ау. Мұнау шаш емес, тікенек қой, тікенек. Мінезінің шатақтығы осыдан-ақ көрініп тұр. Сипатталмаған енді нем қалды. Қаралығымды әуел баста-ақ айтқанмын. Сол жақ құлағымның астына таман бір түйір қалың бар. Бәтжағарының бітпейтін жерге бітуін қарашы. Одан да бетімнің ұшына таман болшасын. Сонда әдемірек көрінер ме едім? Бір азуымды былтыр, оны айтудың қажеті болмас. Кімнің түсін құрт жемейді дейсің, және ол бай қарағанда көрінбейді да. Ал бойымда біреулер ойта бойы дейді. Әжем болса әкең тәрізді сұңғақ боласың дейді. Кімдікі рас екенін Құдайым білсін. Өткен күзде мектепке дәрігер қарап өлшегенде 139 сантиметр шыққан ем. Егер шашым болса 140 шығуы сөзсіз еді. Тақырбас жүргенім осындай завалда бар. Жасым 12-де 5 класты бітіріп отырмын. Повестің бірінші тарауын осымен доғарамын да келесі тарауға көшемін.